Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен пеште кауап дайындайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен тауықтың қанаттарын маринадтайтын боламыз. Ол үшін артық жерін кесіп тастап, осылай екіге бөлеміз. Енді осыған сұйық майымызды, соя соусын және бір ас қасық бал және бір ас қасық қыша, яғни горчицаны қосамыз. Одан кейін үстіне дәмдеуіштерімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де араластырып болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа маринадтауға қойып қоямыз. Кауаптың қасына көкөністерді пісіретін боламыз. Ол үшін өзіңіз ұнататын, өзіңіз қалаған көкөністерді ірілеу етіп турап аласыздар. Мен картоп, сәбіз, кәді және де тәтті бұрышты қостым. Көкөністерімізді турап алғаннан кейін үстіне дәмдеуіштерімізді салып, сұйық майымызды құйып араластырамыз. Енді осы көкөністерімізді формамызға саламыз. 1 сағат өткеннен соң осындай спашкаларды алып, маринадтаған кауаптарымызды қыстыратын боламыз. Спашка міндетті түрде 2 болу керек, әйтпесе бір спашкада кауаптардың салмағы көтермей айналып кетеді. Қызып тұрған 180 градус пеште 1 сағат пісіреміз. Пісу барысында бірнеше рет маринадтан қалған сұйықтықты осылай жағып жібереміз. Мінекей, осымен кауабымыз дайын болды. Өте сочный әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.